Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен небәрі 5 минутта дайындалатын оңай әрі дәмді салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарияға өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Ал ендеше салатымызды дайындауға кірісейік. Бізге балғын қияр, қызанақ және ысталған тауық төс еті және ірімшік кез келген мен осы емер сырын пайдаланатын боламын. Ең алдымен қиярымызды тураймыз. Керек емес жерлерін алып тастап, қиярды теңдей 2 бөлікке бөлеміз және әркімге әрқалай маған кубикті үлкенірек қылып тураған ұнады, сондықтан осылай турайтын боламын. Осылай қалаған формаңызда қиярларыңыздың барлығын турап, бөлек таза құрғақ ыдысқа салып аламыз. Қызанақтарды да дәл қияр турағандай етіп, кубиктап турап шығатын боламыз. Негізі осы Малибу салатына черри қызанақтарын пайдаланған жақсы, турағанға да ыңғайлы және салатымызға әдемі түр беріп тұратын болады. Құрметті менің сүйікті көрермендерім, қазақ тілді каналдың одан әрі дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментария бөлімінде өз пікіріңізді жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта дәмді әрі оңай рецептермен бөлісетін боламын. Құрамына қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Ал енді қатты ірімшікті де дәл видеода көрсетілгендей етіп, кубиктап турап алатын боламыз. Ысталған тауық төс етін бірнеше бөліктерге бөліп, керек емес сүйектерінен тазартатын боламыз. Тауық төс еті болмай қалған жағдайда шұжықпен, яғни колбасамен алмастыруға болады. Тауық төс етін дәл видеодағыдай етіп, кубиктап турап шығамыз. Осымен біздің дайын болған салатымызға қасықтың ұшымен дәміне қарай тұз салып, 3-4 ас қасық майонез салып, барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы жасаған салат 4 порция, яғни 4 тарелкаға жетті. Өте дәмді болды. Сіз де жасап көріңіз, сіздерге және жақыныңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Сіздермен болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше және ең соңында тарелкаға салғаннан кейін осылай кепкен қытырлақ нанмен әсемдесеңіз болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.